Ассаламуалейкум, құрметті оқырмандар. Біздің сайтымызға қош келдіңіздер. Егер сіз біздің сайтымызға кіріп отырған болсаңыз, онда сізге бұл кітаптың қатысы бар деп санаймыз. Жалпы бұл кітап «Өз ісіңді тап» деген тақырып қайдан шықты? Неге ол кітаптың туындауына қандай да бір себеп түрткі болды деп ойлайсыздар? Менің есімім Жеңіс Есенкелдин. Мен осы уақытқа дейін 10 жыл бойы мемлекеттік қызметте жүріп, кәсіпкерлікке ауыстым. Бұрын менде басқа адамдар сияқты жалданбалы жұмыс жасап жүрген кезде менің арманым мен менің тауып жүрген табысымның екі ортасы әлде қайда алыс болатын. Бірақ мен арманыма жету үшін мен қандай да бір басқа жолдармен табыс табуым керек болды. Рұқсат етілмеген жолдармен, заңсыз жолдармен ақша табуым мүмкін еді. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Болмаса мен өзім адал жолмен кәсіп жасау мүмкіндігіне ие болуым керекпін. Алайда мен кәсіпті жасау үшін қандай да білім керек екенін басында білген жоқпын. Және мен өзімнің бойымдағы күшіме сеніп, сол кәсіпті бастап кеттім. Содан кейін осы уақытқа дейін 18 түрлі бизнесті ашып, бірақ оны бизнес деп атаса бола ма, болмай ма, оны артынан біліп жатырмын. Сол 18 бизнесті ашып, қазір міне сол 6 бизнесті жүргізіп жатқан жайым бар. Неге ол 18 емес? Неге ол 6? Өйткені қалған 12-сі сол жіберген қателіктердің себебінен жүрмей қалды деседек болады. Қазір адамдардың барлығы қандай да бір табыс табу үшін кәсіпкер боламын, немесе бір нәрсені жасау керек деп жүретіні бар. Алайда сол бір нәрсені жасау үшін сенің қолыңнан келе ме, келмей ме, оны кім біледі? Ол кезде бізге ақыл айтатын адамдар өте аз болды. Бірақ бақытқа орай Сайтмұрат Давлатов деген қазіргі СНГ бойынша номері 1-ші ұстазым деп айтамын. Сол ұстазымнан сабақ алу барысында өз ісімді, өзімнің бойымдағы мықты қабілетімді таптым, және сол нәрсені басқа адамдар да сол қателікке түспестен бірден өзін табуға көмектескім келді. Помните, что однажды зарабатывая деньги, эти деньги не кормят вас всю жизнь, а мозги кормят. Содан кейін мына «Өз ісіңді тап» деген кітабымыз жарыққа шықты. Бұның ішінде жалпы мамандықты кім таңдау тиіс, атанам ба, өзім бе деген сұрақтарға жауап аласыз. Өйткені адамдарға басында бір мамандықты таңдау кезінде сенің мақсатың болмаса да, басқа адамдар саған қолғабыс еткен болып, саған жан ашыған болып, саған бір жолсыз жолдарды сілтейді. Алайда сол жолдарды сілтеу барысында сіз қандай да бір маман иесі боласыз, және сіз орта жолда, орта жасқа жеткенде ол мамандықтың сізге ұнамайтынын сезесіз. Ал енді ол кезде өзіңіздің көпіріңізді өртеп жіберу үшін, яғни осы жолда еңбек еткен жолыңызды зая кетірмеу үшін сол нәрсеге жабысып алып, әрі қарай өмір бойы өзіңіз ұнатпайтын істе қалып қою қаупі бар. Жоқ, мен сізге мына кітаптың ішінде адамдар осы уақытқа дейін істеген жолына қарамастан жаңадан өмір бастауды, яғни жаңадан жетістікке жететін өзіңнің бойыңдағы мықты қабілетті табуға көмектесетін алгоритмдерді жаздым. Және сіз өзіңіздің бойыңыздан қандай сіз кәсіпкер бола алатынсыз ба, бола алмайсыз ба, соған байланысты барлық құралдарды көретін боласыз. Не үшін өзіме ұнамайтын жұмыста жүрмін деген сұраққа жауап аласыз. Бәрі кәсіпкер болу керек пе? Адамның барлығы кәсіпкер бола ала ма, бола алмай ма? Оған нақты жауап аласыз. Демалатын уақыт қашан келеді деп айтатын сөздерді қаншама адамдардың аузынан естіп жүрміз. Бірақ демалатын уақыт келеді, егер сіз біреудің уақыты мен энергиясын сатып алатын біліміңіз болса. Оны да осы кітаптың ішінен үйрене аласыз. Өмір бойы ақша табу үшін еңбек етуім керек пе деген ойларда жүрмейді емес. Ол ойлар қайдан туындады? Өйткені сіз
бұл өмірге келген кезде ақша табу үшін емес, ақшаны тауып, оны кіріс көздеріне айналдырып, өзіңіздің орныңызға жұмыс істетуге болатынын біреу білсе, біреу білмейді. Ол нақты құралдарды мен сіздерге осы жерде көрсететін боламын. Мен қайда бара жатырмын? Бәрі ақылды ма? Кәсіпті тек қана ақшасы барлар жасай ма? Кәсіп жасау шынымен де қолымнан келе ме? Менде қабілет бар ма? Болса қандай? Ең маңызды сұрақ неден бастаймын деген сұрақты осы кітаптың ішінен оқи аласыз. Оқып қана қоймай, білім деген нәрсе ол өзгеру. Сіз бұл кітапты оқу арқылы өзгеріске енетініңізге сенімдімін. Сондықтан да бүгін істеу керек болған нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Ол сіздің мінезіңіз болып қалыптасады. Жақсы жаңалық бар. Барлығында үйренуге болады. Пайдалы болсын.